Көрікті Сайрам коммуналдық мемлекеттік мекемесі Сайрам аудандық әкімдігіне қарасты мекеме. Ол 2024 жылдың қараша айында аудан әкімінің бастамасымен құрылған болатын. Бүгінде аталмыш мекеменің аудан көлемінде атқарып отырған жұмысы ауыз толтырылып айтарлықтай. Біз осы мекеменің негізгі қызметімен арнайы барып танысып, оның тәжірибелі басшысы Жанабаев Бақытқали Медетбекұлымен сұхбаттасқан едік. Жалпы аудан көлемінде 11 ауылдық округ, 42 елді мекен бар. Көше жарық шамдарының саны қазіргі таңда осы 11 ауылдық округте 13.705 дана. Осының барлығы күтіп ұстау біздің негізгі мақсатымыз. Бұл жерде жаңағыдай ауа райының салдарынан, адами фактордан тұйықталулар болып жатады. Солардың барлықтары дер кезінде бізге 109 арқылы я болмаса сол ауылдың тұрғындары арқылы хабарлама түседі. Ауылдық округтың инфраструктураға жауапты мамандары бар, орынбасарлары бар. Бізге хабарлама түседі. Хабарлама түскеннен кейін барып қызметкерлер дер кезінде шығып, солардың қайтадан қалпына келтіреді. Одан бөлек жоспарлы түрде әр ауылдық округты біз бір апта көлемінде обход жасаймыз. Мысалы 11 ауылдық округ болатын болса, 3 бригада жұмыс жасайды. 3 бригада осыны толыққанды зерделеп жұмыстарын қарап отырады. Қазіргі таңда 250-ден аса қызметкерлері бар. Олар 15 техниканың көмегімен жол жамау, бағдаршамдарды күтіп ұстау, көше жарық шамдарын орнату, абаттандыру, көгалдандыру, санитарлық тазалық пен жол жөндеу жұмыстарын атқарады, дейді мекеме басшысы. Мысалы қазіргі таңда көше жарық шамдарының жану уақытысы дәл бүгінгі күні кешкі сағат 18:45-тен бастап қосылады, түнгі сағат 12-де өшіреміз. Таңғы уақытта 4:45-те қосылады да, сағат 5-тен 30 минут кеткенде біз өшіріп жатырмыз. Бұл жаңағы ішкі көшелерде. Ал енді аудандық, облыстық, республикалық маңызы бар көшелердегі көше жарық шамдары бізге қарайтын болғандықтан, аудандық, облыстық, республикалық көше жарық шамдары бұлар кешкі сағат 6-тан жанатын болса, 6:45-тен таңғы сағат 5:45-ке дейін 5:30-ға дейін жанып тұрады. Халқы тығыз орналасқан Сайрам ауданында әрбір бағдаршамның үздіксіз жұмыс істеуі аса маңызды. Егер ақау туындаса, біздің қызметкерлер тәулік бойы жедел әрекет етіп, мәселені шешуге дайын деп атап өтті Бақытқали Медетбекұлы. Жалпы Сайрам ауданы бойынша 24 бағдаршам бар. 24 бағдаршамның қазіргі таңда барлығы толығымен дерлік жұмыс жасап тұр. Алайда кезек күттірмей ауыстыруды талап ететіндер де бар. Жалпы 2024 жылы біз 6 бағдаршамға жөндеу жұмыстарын жүргізіп, бұлармен толыққан пайдалануға бердік. Биыл 2024 жылы 3 дана бағдаршамды ауыстыру бізде осы қыркүйек-қазан айларында жоспарланып отыр. Ол жаңа Жібек жолының бойында, Жібек жолы Иманалиев көшесінің қиылысындағы бағдаршам, Жібек жолы Абылайхан көшесінің бойында орталықтағы бағдаршам ауыстырылады. Сонымен қатар Жібек жолы Қыстаубай көшесінде. Енді қазіргі таңда кезек күттірмей ауыстыруды талап ететін К3 дейміз. Жібек жолы Рубин Астана көшесінің қиылысындағы Ақсу көпірінен өткен жердегі бағдаршамдар қазіргі таңда жұмыс жасап тұр, алайда көптеп істен шығып жатыр. Сонымен қатар Ақсу 2 дейміз, Залини деп аталады халықтың арасында. Бұл жерде Балуан Шолақ пен Астана көшесінің қиылысында, Шыраншы Батыр көшесінің қиылысындағы бағдаршамды қазіргі таңда кезек күттірмей ауыстыру қажеттігін туындатып отыр. Көгалдандыру бойынша 2 бағытта жұмыс жасаймыз біз. Біріншісі механикалық бағытта дейміз. Арнайы өзіміздің 2 КДМ КАМАЗымыз бар. Ол жаңағы адам күшін жұмылдыру арқылы жол жиектеріндегі талдарақтарды, көгалдарды суғару жұмыстары. Әрине бұдан талдарақтар суғарылғанмен жалпы көк майсаны суғару қиындық туындатады. Өйткені биылғы жылдың ыстығын, табиғи құбылыстардың бәрін өздеріңіз көздеріңізбен көріп отырсыздар. Екіншісі автоматтандырылған жүйе. Бұл 2024 жылы бізде 3 дейміз. Мәртөбе алаңы, Абылайхан алаңы, Абылайхан көшесі, жаңағыдай Жібек жолы көшесіндегі Рубин мосты, көпір дейміз ғой, абаттандырудан өтіп, қазір автоматтандырылған жүйеге қосылды. Ауданның тазалығы мен көгалдандыру жұмыстарына көз жүгіртсек, көрікті Сайрам мекемесінің тындырымды тірліктерін байқауға болады. Атқарылған жұмыс оң бағасын алуға әбден лайық. Ұлдархан Олиханқызы, Әл-Фараби Досжан, Ақпарат Инфо.